Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 98-ші сабақты өтетін боламыз. Алдымен балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Бүгін сабақтың тақырыбы қоршаған ортаны қорғаймын, етістіктің жіктелуі. Берілген жоспар мен тірек сөздер арқылы монолог құрайтын боламыз. Бізге 71-ші жаттығу беріліпті. Мәтінді тыңда дейді. Алдымен мәтінді мұқият оқиық. Бүгін қарт тырна әдеттегісінен ерте оянды да, ауыр қанаттарын сарт-сұрт ұрып дүр сілкінді. Қасына балалары мен немерелерін шақырды. Мен түнде түс көрдім, деді қарт тырна. Туған жерге көктем келіпті. Көл толқын атып, тулап жатыр. Айналасы балқұрақ. Көл тұнған күміс шабақ. Ох, шіркін, туған жерге не жетсін. Ой, ата-ай, қайда асығамыз? Күте тұрайық, күн әбден жылынсын. Мұнда қарнымыз тоқ, джунглидің іші толған құмырсқа, көлде бақа толып жүр, деді ортаншы баласы. Қарт тырна ашу шақырды. Жоқ, болмайды. Туған жерде көктемді сағынып жатыр. Ал көктем құс қанатымен барады. Қазір жолға жиналыңдар, жақсылап азықтанып алыңдар. Күн шықпай көкке көтерілеміз. Тырналар жалма-жан азықтануға кірісті. Сүт пісірім уақыттан соң 3 бұрыш жасай тізіліп, туған жерді бетке алды. Көш алдында қарт тырна. Мүлгіген қалың орман тырналардың қиқуымен азан-қазан болды. Олар 3 күн, 3 түн ұшты. 4-ші күні елге де жетті. Бірақ алыстан шаршап жеткен тырналар қатты өкінді. Енді бізге осы мәтін бойынша тапсырма беріліпті. Тырналардың неліктен өкінгендігін өзің болжап айт, жоспар бойынша монолог құрап айт дейді. Бұл жерде тырналардың неліктен өкінгені, менің ойымша, олардың туған жеріне әлі көктем түспеген болуы мүмкін. Екінші тапсырма бойынша бізге жоспар беріліпті. Бірінші қарт тырнаның түсі, екінші балаларының қарсылығы, үшінші қарт тырнаның шешімі, төртінші туған жерге келгендегі өкінудің себебін болжау дейді. Мен бүгін қарт тырнаның түсі жайлы әңгіме оқыдым. Ол туған еліне қайту үшін балаларын шақырып, еліне қайтуға үгіттейді. Бірақ балалары оған қарсылық білдіреді. Дегенмен қарт тырна балаларының қарсылығына қарамайды. Сөйтіп олар жолға шығады. Бірақ алыстан шаршап жеткен тырналар қатты өкінеді. Мұның себебі туған жерінде көктем шықпағандықтан болуы мүмкін. Енді мәтіндегі етістіктерді тауып, қай жақта тұрған айт дейді. Бізде мәтін бойынша етістік бірінші жақта және үшінші жақта бар. Бірінші жақтағы етістіктер көрдім, көтерілеміз. Үшінші жақта оянды, сілкінді, шақырды, келіпті, барады, кірісті, алды, ұшты, жетті, өкінді. Келесі бізде 72-ші жаттығу. Тірек сөздерді қатыстырып, мәтін құрап жаз дейді. Бізге бос құты, лақтырды, өзен, полиэтилен, жағасы, пакеті, серуен, ластады деген сөздер берілген. Осы сөздердің барлығын құрастырып, бір мәтін құрап жазуымыз керек. Біз демалу үшін өзен жағасына демалуға шықтық. Өзен жағасындағы табиғат өте керемет екен. Ол жер тап-таза болатын. Өзен жағасында балалар да көп жүрді. Олар серуендеп қана қоймай, дастархан жайып ас ішті. Бірақ олар ішіп болғаннан кейін бос құтылар мен полиэтилен пакеттерін өзен жағасына лақтырып, ол жерді ластады. Бірақ менің анам оларға қоқыстарды лақтырып тастауға болмайтынын айтты. Балалар түсініп, қоқыстарын жинап алды. Осылай балалар мәтін құрап жазсаңыздар болады. Келесі бізде 73-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Көк жүзінде жылжып жай, керуен құрған тізіліп. Ілгек-ілгек шынжырдай, қалмайды олар үзіліп. Бұл жұмбақтың жауабы тырна болады. Келесі 74-ші жаттығу. Берілген сөздердің жіктік жалғаулы етістік екенін дәлелде дейді. Бізге берілген сөздер ойлаймын, білесің, табамын, көреді, емдейді. Ойлаймын, мен ойлаймын. Бұл жіктік жалғаулы етістік. Өйткені ол жіктеліп тұр және бірінші жақта жекеше түрде. Келесі білесің, сен білесің. Бұл екінші жақта жіктеліп тұрған етістік жекеше түрде. Табамын, мен табамын. Бірінші жақта жекеше түрде жіктеліп тұрған етістік. Көреді, ол көреді. Үшінші жақта жекеше түрде жіктеліп тұрған етістік болады. Бұл көреді деген, ол көреді. Емдейміз, біз емдейміз. Яғни бұл жерде бірінші жақта көпше түрде жіктеліп тұрған етістік болады. Енді келесі бізде 75-ші тапсырма. Өлеңнің қатесін түзеп жаз дейді.
көкте қалқып қағады, қанаттарын барады, туған жерін қия алмай қайта-қайта қарады дейді. Бұл жерде қағады және барады сөздерінің орындары ауысқан, соны дұрыстап қайттан өлеңді оқып түзеп айтайық. Көкте қалқып барады, қанаттарын қағады, туған жерін қия алмай қайта-қайта қарады. Тұрысбек Еділбаевтың әні бұл өлең екен. Осымен балалар, бүгінгі біздің 98-ші сабағымыз аяқталды. Менің каналымдағы басқа да видеоларды жоғалтып алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар балалар. Сау болыңыздар.